Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен инженерлік гидрометрия пәні бойынша өлшеу материалдарын өңдеу тақырыбында дәріс өтетін боламыз. Дәрістің жоспарына тоқталып өтіп кетсем, көріп отырғандарыңыздай, өлшеу кітапшасына жазылған жазбаларды өңдеу, өзеннің көлденең қимасын тұрғызу және морфометриялық сипаттамаларды есептеу, өзеннің ұзына бойы қимасын тұрғызу бойынша бүгін дәріс жүргізілетін болады. Өздеріміз білетіндей, гидрологиялық бақылау бізде гидрологиялық су өлшеу бекеттерінде жүргізілетін болады. Су өлшеу бекеттерінде міндетті түрде бақылауды мәліметтерін жазатын өңдеу кітапшасы болады, гидрологиялық кітапша болады. Сол кітапшада барлық өлшеу мәліметтері тіркеліп отырылатын болады. Осы жазу кітапшаларын өңдеу барысында төмендегідей мәліметтерге аса назар бөлу керек болып табылатын болады. Біріншіден, біз метрологиялық станциялардан өлшеу бекеттерінің арақашықтығының 30-50 километрге дейінгі орналасқан жердегі болуына, бақылау жүргізуге ыңғайлы болуына қадағалап қарап отыратын боламыз. Екіншіден, гидрологиялық бекеттер кейбір кездерде өлшеу құрылғыларымен жабдықталып қана қоймайды. Сонымен қатар гидрологиялық бекеттерде бақылау мәліметтерін ақпараттық жеткізу жұмыстары да атқарылатын болады. Бақылау қорытындылары бізде міндетті түрде су өлшейтін бекетте орналасқан арнайы үлгідегі кітапшаларға жазылатын болады. Арнайы өлшеу мәліметтері жазылатын кітапшаларды өңдеу барысында мынадай мәліметтерді ойға алуымыз қажет деп есептелінеді. Біріншіден, осы бақылау кітапшаларында бекетте отырған бақылаушы жазбаларды қаламмен түсіретін болады. Сол қаламда түсірілген мәліметтер бір айдың көлемінде гидрологиялық станцияға берілетін болады. Гидрологиялық станцияда өлшеу мәліметтері тексерілетін болады. Кітапшаны тексеру жұмысын бірінші міндеті жүргізу үшін біз 0 бақылау биіктігін алуымыз қажет. Соны тексеретін боламыз. Ол үшін біз бақылау белгісін неберлеп алуымыз қажет деп есептелінеді. Ол кездерде кейбір мынадай жағдайларымызға біз тоқталып өтуімізге болады. Егер неберлеу арқасында 0 бақылау нүктесі 10 миллиметрге дейін өзгеретін болатын болса, біз онда келтірілген сол өңдеу кітапшасындағы биіктіктерді өзгертпейтін боламыз. Бұрынғы қалпында қалдыратын боламыз. Егер де ол 20 миллиметрге дейін өзгеретін болатын болса, 0 биіктік бақылау белгісі, ол кезде биіктіктер өзгертіліп, қайтадан қабылданып жазылатын болады. Келтірілген биіктіктер тексерілгеннен кейін судың деңгейінің есебін сол 0 графикке келтіріп жазып көрсететін болатын боламыз. Бұл жерде сіздерге көрулеріңізге болады, яғни сол графикте көрсетілген мұз режимінің сипаттамаларының шартты белгілері. Яғни қабыршақ мұздар, мұздың шеті, мұздың шетіндегі қабыршақ мұздар, сирек қабыршақ, сеңнің ағуы, сирек сең жүру белгілері, мұздың үстіндегі судың ағысы, мұздың қозғалысы, мұздың жаңағы кептеліп қалу уақыты мен оның сеңнің тоқтану күні міндетті түрде сол көрсетілген кітапшада жазылуы тиіс деп есептелінетін болады. Сонымен қатар сіздер қатты мән берсеңіздер болады, орта тәуліктік деңгейдің мұздардың қалай процесс болып атқаны төмендегідей белгілермен белгіленетін болады. Көрсетіп алған белгілерден қарауымызға болады. Яғни қандай да бір өлшеу кітапшасын өңдеу барысында біз міндетті түрде өзен
телімінде болып жатқан құбылыстардың барлық сипаттамалары кескінмен белгіленуі қажет деп табылады. Өзендерді пайдалану кезінде оларда кеме жүргізуді, сал ағызуды, или болмаса сол өзендердегі судың суғару жерлеріне берілу кезінде, болмаса сол гидротехникалық ғимараттардың өзеннің бойында орналасуы, құрылысын жүргізу барысы кезінде біз міндетті түрде өңдеу кітапшаларын өңдеу барысында судың деңгейінің қайталанғыштығы мен оның ұзақтылығын анықтайтын графиктерді тұрғызуымыз міндетті деп есептелінетін болады. Бұл графиктер көбінде бізде толық және жеке мерзімдерге, яғни жазғы уақыттарға, қысқы уақыттарға, көбінесе көктемгі, күзгі сең жүру уақыттарында осы графиктердің тұрғызылуы міндетті деп есептелінетін болады. Осы су деңгейінің қайталанғыштық тұрақтылығының ұзақтығын білу қажеті кезінде графиктерде міндетті түрде көріп отырғанымыздай су деңгейінің 0 графиктік белгісі берілетін болады. Су деңгейінің жоғары деңгейі көрсетілетін болады. Сонымен қатар қаншалықты деңгейде судың қамтамасыздық деңгейі көрсетілетін болады. Сонымен қатар сол графикте бізде төменгі деңгейді көре аламыз деп есептелінетін болады. Ординатына биіктікке біз судың жаңағы деңгейінің биіктігін көрсететін болатын болсақ, абсциссаға біз міндетті түрде бір жылдағы уақыт, күнмен уақытылатын белгіленіп қоятын боламыз. Міндетті түрде өңдеу кітапшаларында материалды өңдеу барысында біз өткенбіз сіздермен бұрынғы алдыңғы дәрістерде де, яғни бақылау бекеттерінде орналасқан құрылғылардың да өлшеу мәліметтері осы өңдеу жазу кітапшасында болады. Оларды біз өңдеу барысында, мысалы, өзі жазғыш таспаны өңдеу барысында мынадай мәселелерді міндетті түрде есте сақтауымыз қажет. Яғни ол жазудың сапасы жағынан тексеріп шығатын боламыз. Ол сапалы болуға тиіс. Сонымен қатар сол өлшеу мәліметтеріндегі судың деңгейін табу үшін мәндері сол жерге жазылу, анықталу қажет деп есептелінетін болады. Ол жазбада біз деңгейдің ординатасына биіктікке салатын боламыз. Айлық, жылдық деңгейлерді құрастырып, оны біз абсциссаға келтіретін боламыз. Сонымен қатар бізде өлшеу жұмыстарын жүргізілу барысында, тереңдікті өлшеу барысында міндетті түрде мәліметтерді өңдеуге сол кітапша болады. Сол кітапшада міндетті түрде морфологиялық сипаттамалары келтірілетін болады, өзен арнасының сұлбасы қарастырылатын болады. Бұл жерде бізде әрбір жазбадағы қандай мәліметтер келтіруге екені көрсетіліп тұр. Яғни біз міндетті түрде өлшеу нүктелерінің координаталарын анықтауымыз қажет. Тереңдікті өлшеуге арналған құралдардың аты жөні толығымен жазылуы тиіс деп есептелінетін болады. Сонымен қатар өлшеу нәтижелерін жүргізу тәртібі көрсетіліп берілді. Біз су нысандарында қандай да бір көлденең кескін қималарын тұрғызу үшін оның судың жоғарғы деңгейін білуіміз қажет. Яғни соны анықтау үшін көлденең кескін құрастырылады. Өзеннің көлденең қимасының кескіні алдарыңызда көрсетіліп берілді. Ол жерде тұрақты бастамаға дейінгі қашықтық, тереңдік, өзеннің түбінің белгісі қарастырылып көрсетілетін болады. Өзеннің арнасының сұлбасын құрастырамыз. Яғни өзеннің арнасының сұлбасын құрастыру бізде өлшенген тереңдіктерді лездік деңгейге дейін келтірумен негізделеді. Соның арқасында құрастырылатын болады. Міндетті түрде өзеннің арнасының сұлбасын салыстыру барысында аналитикалық интерполяциялауды жүргізетін боламыз. Бұл жерде сіздер изобаттардың орнын графикалық интерполяциялау арқылы сұлбасы көрсетіліп тұр. Яғни изобаттардың орнын анықтау үшін бізде міндетті түрде көлденең қималарын қолданатын боламыз. Әр кескінде судың деңгейі көрсетілетін болады. Сол деңгейге сәйкес тереңдіктің мәні сәйкесінше қалыптастырылады.
Бұл жерде өзеннің ұзына бойлық кескінін құрастыру көрсетілген. Яғни көріп отырғандарыңыздай өзен телімінің ұзына бойлық кескіні горизонталында өлшенген нивелирлеу арқылы орындалған жұмыстардың көлденең қимаға дейінгі қашықтығы көрсетілетін болатын болса, ордината осінде бізде өзен түбінің белгілері, сонымен қатар шартты деңгейлер мен судың жоғарғы деңгейі, өзеннің сол оң жақ жағалауларындағы сандық мәндері кесте түрінде көрсетілетін болады. Біз бүгінгі лекциямызда, дәрісімізде міндетті түрде су өлшеу бекеттеріндегі өлшенген мәліметтерді қалай өңдейтіні туралы, өзеннің сұлбасын қалай тұрғызу керек екені, көлденең қимасын қалай жасау керек екендігі туралы сіздерге теориялық мәліметтерді беріп өттік. Өңдеу материалдарын өңдеу кітапшасы жалпы талаптарға сәйкес жасалынуы міндетті деп есептелінеді. Келесі дәріске дейін қош сау болыңыздар.